Қайырлы таң көрермендер, бүгінгі біздің лайфхагымыз сұлулыққа арналады. Өздеріңіз білесіздер, қыздар үнемі өзімен бірге косметиканы ала жүреді. Бірақ табиғат аясына шыққан кезде бұл сәл ыңғайсыздау болуы мүмкін. Сол үшін лайфхактарға сенсек, өзіңізбен бірге сол косметиканы көтермей-ақ осындай ақ қағазға көзге жағатын сүрмеңізді жағып алып, кейін пайдалануыңызға болады екен. Бірақ қағазға түскен сүрме қайтадан көзге жағылуы екіталай. Бірақ біз соны қазір сынап көреміз. Байқасаңыздар, менің жоғарғы қабағым боялып тұр әзірге. Бірақ қазір мен астыңғы жағын бояп көрейік, бұл лайфхак іске аса ма екен. Мына кез ешқандай сүрме жағылмаған, тап-таза. Енді осыны ақырын көзімнің астына жағып көрейін. Ешқандай жағылып жатқан жоқ сияқты. Қазір тағы да біраз жағылайын. Қанша рет жағып көрдім, бірақ сіңіп кетіп жатқан сияқты, көзім астына мүлде жағылып жатқан жоқ. Көргендеріңіздей көзімнің астына аздап жағылды. Бірақ егер сіз қатты боянуды жақсы көретін болсаңыз, онда сүрмені көбірек жағып алуыңызға тура келеді. Немесе сүрмені өзіңізбен бірге көтеріп жүргеніңіз жөн болады. Көп қыздар көздерін айқындау үшін мынандай қара сүрмемен қабақтарын жасап. Бұндай сүрмені қабаққа жағу өте қиындау. Кемінде 5-10 минут уақытыңызды алады. Бірақ соны тездету үшін лайфхакта мынандай кірпік қайырғышты пайдаланады. Кірпік қайырғышқа аздап сүрмені мындай шетіне жағып шығады. Қазір мен сіздерге жағып көрсетейін. Міне жағып алдық. Енді кеуіп қалмай тұрғанда тездетіп көзімізге басып көрейік. Қазір нашар шығып қалса, көрмеңіздер. Жағыла қоймайды, өйткені бұған жағып болғанша сүрме өте тез кеуіп қалады. Көздің үстіне емес, астына жағып қалғаны қызық болды. Не көргендеріңіздей, мен көзге жағамын дегенше сүрме кеуіп қалды. Одан да өзіңіздің күнделікті жасап жүрген әдісіңізді жасағаныңыз дұрыс болады.